Жетелер, сендер мені ұтамайсыңдар деймін. Тығылыспақтан сендер вообще тығылу білмейсіңдер, білесіңдер ма соны? Қайдағы біз сені ұтабамыз білесің ба? Давай онда бәстесек. Yok, келісемін. Сенді ешқайсыңды ұтамайсыңдар. Давай ал бәстесек. Әрқайсың, если мен сендерді 10 минуттың ішінде тапсам, әрқайсың маған бір стактан бересіңдер. 3 стак. Ал біз сені тауып алсақ, онда сен бізге 3 стак бересің, жағи ма? Давай. Қас күтетіндер ме өз подписчиктермен амандасып алайын. Жарай ма? Хей, бәріне сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар, бүгін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай жетелдер менімен бәстесті. Егер де мен жетелдерді 10 минуттың ішінде олардың үшеуін де табатын болсам, онда олар маған әрқайсысы бір стактан береді. А егер де олар мені табатын болса, мен оларға 3 стактан берем. Әрқайсына, бір стактан берем әрқайсына. Ал енді достар, өз ісімізге көшейік. Жетелдер, давай тығылыңдар, мен қазір санайын 1 минутқа дейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 57, 58, 59, 1 минут. Все, жетелдер... уже кет қалған ба? Так, жетелдер, мен санадым, енді бәрінді іздеуге көштім. Так, достар, мен уже санап біттім, енді только жетелдер тау керек. Так, жетелдер, бүкіл сбор олатыр ма, немене бәлі? Толып тұр ғой бәрі. Так, жетелдер қайда екен? Так, мына үйде жоқ па? Так, мына үйдің ішінде жоқ. Мына үйде ше, бұнда да жоқ. Так, ал мына үйде. Так, бұл үйде де ешкім жоқ. Аха. Так, значит, мен уже екеуін тауып алдым, достар. Көріп тұрмын. Так, жетелдер, тұр, шық, мен сені таптым. Жоқ, қалай тез? Так, достар, енді екіншісіне барайық. Ей, жетел, шық, мен сені тауып алдым. Мә, неге тез? Так, енді келесі жетелді іздеп табу керек. Так, мына жерде жоқ бізде. Так, мына үйдің ішінде жоқ екен, соны қарап шықпасақ. Так, вроде мына үйдің ішінде... Аха. Так, жетел былайда. Ей, жетел, мен сені тауып алдым. Жоқ, неге тез? Все, шыға бер. Так, достар, біз уже бүкіл жетелердің бәрін тауып шықтық. Қазір олар ана жерге ортаға келеді, и олар енді мені іздейтін болады. Так, все, енді олар ана жерге жиналған деп ойлаймын. Енді достар, менде бір план бар. Бәрі келіпті. Ол планды қазір көрсетемін. Так, жетелдер, енді сендер мені іздейсіңдер осы жерде, ал мен тығылам, жарай ма? Жақсы, хотя бы ничего болса жақсы болушы еді. Давай іздейміз. 1, 2, 3, 4. Так, достар, біз уже тығылып бастаймыз. И менде мында бір не бар, идея. Так, достар, бізде план мынадай, жетелер тығылуға болады деді, бірақ та қай жерде екенін айтпады. Сондықтан біз қазір жердің астында тығылатын боламыз. Так, достар, мен уже қазып баставатырмын. Вроде тағы бір блок. Достар, болды, енді жабамыз. Достар, сіздерге мұнда енді қараңғы болғандықтан сіздерге кішкене яркость қосып қойдым. Енді достар, тоқа осы жерде отырамыз. Жетелердің дауысы шығып жатыр. Батыржан қайда екен? Так, достар, мұнда жетелер жоқ сияқты. Так, жоқ қояйық. Все. Тез іздеңдер. 9 минутымыз қалды. Так, достар, мені жетелдер жан таласып далада іздеп жүр. Мен олар білмейді жердің астында екенімді. Себебі олар айтпады, қайда тығылуға болады, қайда тығылуға болмайды. Сондықтан біз жердің астында тығылып отыр. Енді только, достар, уақыт таяғанда ғана шығамыз. Так, оларда 7,5 минуттары ғана қалды уже. Енді бүгін, достар, 3 стак изумруд алдық деп ойлай берсек болады. Енді жетелер явно мені таба алмайды, тем более уже, вроде 3 минуттары кету керек. Сәл секундтардан соң 3 минуттары кетеді. Сосын болды, олар уже мені табуға шанстары болмайды. Батыржан қайда екен? Так, мына үйдің артында жоқ па? Так, вроде бұл үйдің артында жоқ. Так, ауылдың мына жақ беттерінде Батыржан жоқ. Ағы жағынан іздеу керек. Так, ар жаққа кеттім. Так, достар, вроде жетелдер мені уже таба алмайды.
Так, сағатты қарайық. О, 6 минуттары ғана қалды. 4 минуттары олардың уже кетті. О, так достар, олардың уақыттары бітті. Енді тез шығу керек. Так, мына жерден шығып жаңағы алаңға барайық. Так, жителдер сонда ма екен? Ну, біреуде сонда болулары керек. Так. О, жителдер осында. Чо там жителдер, ұтылып қалдыңдар? 3 стагым қайда менің? Батыржан, сенің 3 стагың үйінен сундығында тұр. Біз жаңа ғана қойдық. Сен шынымен де мықты ойнайды екенсің. Иә, дұрыс айтасыңдар. Енді 3 стакты қойсаңдар жарайды. Сен де вообще тік тұғылы білмейсіңдер. Енді бұдан кейін менімен ойнамайсыңдар деп ойлаймын. Батыржан, сен негізі қайда тұғылдың? Мен негізі сендер айтпадыңдар қайда тұғылға болатынын. Мен негізі жердің астында тұғылдым. Иә, жердің астында тұғылдым мен. Мә, біз ол туралы айтуды ұмыт кетіппіз. Жарайды, өзімізден болды. Ну, хотя бы осыдан кейін енді айтуды ұмытпайтын боласыңдар. Жарайды, онда мен өз үйіме барып, жаңағы 3 стак изумрудымды қайда не істейтінді ойластыра берейін, құртатынымды. Сау бол, Батыржан. Сау болыңдар ал жителдер. Енді менімен олай ойнамайсыңдар деген үміттемін. Сау болыңдар тағы да. Ал достар, бүгін біз жителдермен осындай бір тығылыспақ ойнадық. Бұл енді қызық болды деген ойдамын. Так, енді мен 3 стак изумруд... Жителдер, менің 3 стак изумрудым қайда? Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар. Ал мен барып ана жителдерден өз 3 стак изумрудымды алуды жөн көрейін. Тағы да сәлем, сау болыңыздар.